Әрбір үлкен компанияның өзіндік логотипі бар. Бұл эмблемалар бүкіл әлемге белгілі, бірақ олар шын мәнінде нені білдіретіндігін ешкім білмейді. Танымал компаниялардың логотиптеріндегі сіз білмеген 15 жасырын құпия. Видеомызды бастамас бұрын қазақ тілді контентті қолдап, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Номер 1. Android. Сіздердің көпшілігіңіз Android операциялық жүйесінде смартфондарды қолданасыз. Сондықтан сізге бұл кішкентай жасыл робот таныс болу керек. Дизайнерлердің алдында логотип ойлап табу міндетті тұрды. Бастапқыда роботты қамтитын және оңай танылатын қызықты логотип ойлап табудың міндеті болды. Бұл сүйкімді жасыл роботты жасауға шабытты қаншалықты бір түрлі естілгенімен қоғамдық дәретханалардың есіктерінде жиі көрінетін белгілерден алған. Айтпақшы, қызықты факт, логотипті жасаушы Ресейде дүниеге келген графикалық дизайнер Ирина Блок болған. Номер 2. Таблерон. Әлемге әйгілі Таблерон шоколады. Қазір кішкентай 5 секундтық жұмбақ болсын. Шоколад эмблемасынан аюды табыңыз. Егер сіз эмблемадан аюды таба алған болсаңыз, лайк басыңыз. Бұл шоколадтың отаны Швейцариядағы Берн қаласы. Оның символы дәл осы аю. Сонымен қатар шыңның өзі логотипте бейнеленген. Бұл белгі Альпідегі Маттерхорн тауы. Сонымен қатар эмблема тау шоколадтың пішініне де әсер етті. Танымал шоколадтың пішіні әшейіннен мұндай болмады. Шоколад пішіні Маттерхорн таудың бірнеше шағын көшірмесі. Номер 3. Nike. Әдетте үлкен компаниялар, дизайнерлер олар үшін ерекше дизайн жасауы үшін миллиондаған долларлар төлейді. Ал бұл логотип ең танымал логотиптердің бірі. Бірақ бұл логотип тек $35 жасалған. Бұл логотипті қарапайым студент 40 жыл бұрын жасаған. Бұл бүкіл әлемде белгілі логотип ежелгі грек құдайы Никидің қанаттарына ұқсатып жасалған. Бұл символ жауынгерлерді жеңіске шабыттандыратын болып саналған. Бірақ бұл логотип бастапқыда Nike басшысына мүлдем ұнамады. Бірақ тарих бәрін өз орнына қойды. Айтпақшы, сіздің сүйікті спорттық брендіңіз қандай аяқ киім? Nike па әлде Adidas па? Комментарийге жаза кетіңіз. Номер 4. Toyota. Көптеген адамдар Жапон автомобилі Toyotаның логотипін бұқаның басы мен шляпа киген ковбойға ұқсатып салыстырып жатады. Бірақ шындығында бұл стильдендірілген ине көзіне салынған жіп. Toyota автомобиль компаниясы бұған дейін тоқыма станоктарын шығарған. Бұдан басқа логотипте тағы бір кішкентай құпия бар. Оның жеке бөліктері Toyota сөзінің барлық әріптерін құрайды. Номер 5. LG. Көптеген жылдар бойы интернетте LG логотипі компьютер ойыны Pac-Man'ның кейіпкерінің түрімен салыстырылып жатады. Бірақ бұл әрине жай әзіл. Оңтүстік Кореяның электроника өндірушісінің басты символы LG. Бұл стильдендірілген адамның күлімсіреген жүзі. Идеяға сәйкес бұл композиция компанияның адамдармен қарым-қатынасты сақтау және өз клиенттерімен жақсы ара-қатынасты ұйымдастыру ұмтылысын көрсетеді. Номер 6. Beats. Әлемдегі ең танымал құлаққап Beats'тің эмблемасында құпия жоқ емес. Логотипке бір қарағанда лезде көзге көрінетін V әрпінен басқа, бұл логотипте құлаққап киген адамның басы бейнеленген. Сіз келісесіз бе? Меніңше өте ұқсас. Номер 7. Fanta. Жалпы Fanta логотипінде ешқандай құпия жоқ. Бірақ бұл сусынның атауы қызықты әрі қарапайым жағдайда пайда болды. Coca-Cola компаниясына тиесілі жаңа сусын, яғни Фантаға атау ойлап табу үшін арнайы жиналыс жасап қызметкерлердің басын қосты. Компания басшысы қызметкерлерге фантастикалық атау ойлап табуларын тапсырды. Бірнеше секунд ішінде қызметкерлердің бірі Фанта деп айқайлайды. Фанта атауы басшы айтқан сөзден ақ шықты. Осылайша аңызға айналған атау пайда болды. Номер 8. Apple. Сіз Apple'дің техникасын қолданбасаңыз да,
және сіз бұл компанияның жанкүйері болмасаңыз да, бәріңіз бұл логотипті білесіз. Бүгінгі күні ең танымал эмблемалар Coca-Cola және McDonald's пен Apple компаниясының эмблемасы тең тұрады. Ең бірінші 1976 жылы Apple логотипінде қазіргіге ортақ ештеңе болған жоқ. Онда бейнеленген алма ағаштың астында отырған ғалым Исаак Ньютон болған. Бұл логотипті жасаушы Рональд Вейн 20 ғасырдың ең үлкен жолы болмаған адам деп саналады. Мәселе мынада, ол басында Apple компаниясының негізін қалаушылардың бірі болды. Ол оған тиесілі 10% компанияның акцияларын $800 сатып жіберген. Егер ол сол кезде сатпағанда, қазір оның жағдайы шамамен $30 миллиард болар еді. Бұл логотип Джобс Стивке ұнамады. Ол оны ауыстырғысы келді және оны дизайнерлерге ауыстыруын тапсырды. Графикалық дизайнер Ро Буянова бір күні бір сөмке алма сатып алып, оларды ыдысқа салып бөлшектерді жеңілдету үшін бір апта бойы бояп көрген. Жемісті тістеу эксперименттің бір бөлігі болды. Сонымен қатар мүлдем кездейсоқ ағылшын тілінде тістеу сөзі бай деп аударылады. Бұдан басқа бір нұсқада тістелген алма Інжіл кітабынан алынған алма ағаштары мен Адам және Ева тарихы туралы деп айтылады. Номер 9. Hyundai. Планетамыздағы адамдардың абсолютті көпшілігі Корей автомобильдерінің логотипі Hyundai бұл жай ғана оның атауының бірінші әріпі деп ойлайды. Бірақ ол олай емес. Шындығында H әріпі қол алысқан екі адамның, яғни бірі компания өкілі, ал екінші адам клиент. Номер 10. Samsung. Әлемге әйгілі электроника өндіруші Samsung компаниясының Samsung деп аталуы кездейсоқ емес. Samsung бұл жай ғана түсініксіз жиынтық емес. Бұл корей тілінде бірден екі сөз, яғни сам 3 деген мағынаны білдіреді, ал сунг жұлдыз, яғни қарапайым тілмен айтқанда Samsung 3 жұлдыз деп аударылады. Номер 11. Pepsi. Бұл Pepsi'дің логотипі дегенге сену қиын. Бірақ бір кездері Pepsi'дің логотипі дәл осылай көрінген. Жалпы оның логотипі өзінің басты бәсекелесі Coca-Colaға ұқсас болды. Мұның бәрі 50 жылдан кейін ғана өзгерді. Бұл сусын 20 ғасырдың ортасында пайда болды. Бәріне белгілі американдық сусын бәрімізге таныс 3 түстен құралған шеңбер болған. Тек 2003 жылы бұл шеңбер аздап өзгерді. Сену өте қиын, бірақ дизайнерлердің бұл жұмысына $1 миллион төленген. Олардың айтуынша логотиптің жаңа нұсқасында жердің магнит өрісіне сілтемелер бар және ықтималдық феншуй теориялары да бар. Номер 12. Макдональдс. Көптеген адамдар компанияның логотипін оның атауының жай бірінші әріпі ғана деп қабылдайды. Өте орынды, бірақ бұл олай емес. Бұл белгі тұтынушыларды сізді емізген ананың құрсағымен байланысты. Қауымдастыққа шақыру керек деген нұсқа бар. Яғни бұл Фрейд белгілі бір эффектісі, және осылайша біз бастапқыда жылулық пен қуанышпен қараймыз. Басқа нұсқа бойынша Макдональдс компаниясының логотипі ең бірінші Макдональдста екі үлкен доғасы бар болған. Осыған байланысты логотипті осылай өзгерткен. Себебі бастапқыда Макдональдс компаниясының логотипі мүлдем басқаша болған. Номер 13. Adidas. Спорттық тауарлары Adidas бренд атауы оларды жасаушы Адольф Даслердің атынан қалыптасты. Логотип осы уақытқа дейін бірнеше рет өзгерді, бірақ әрқашан ол 3 жолақтан тұрды. Қазіргі сәтте олар сәл еңкейген, және бұл үшбұрыш тауды құрайды. Бұл таудың символдық бейнесі спортшылар кедергілердің бәрін жеңуі керек деген мағына берген. Номер 14. BMW. BMW логотипінде көк фон бейнеленуі аспанның бейнесін бейнелейді деген танымал пікір бар. Бұл нұсқамен тіпті кейбір компания қызметкерлері де бөліседі. Бірақ тағы бір логикалық нұсқа бар. Ол әлде қайда қарапайым түсіндіріледі. Көк және ақ түстер Баварияның құрметіне таңдалған деп айтады, және Баварияның туында BMW-ның логотипіндегіндей көк және ақ түстер кезек-кезек орналасқан. BMW концерті дәл осы жерде Германияның аймағында орналасқан. Номер 15.
Википедия. Егер сізге қандай да бір ақпарат білу қажет болса, бірінші кезекте Википедиядан іздейсіз. Википедияны кез келген адам біледі. Бірақ Википедияның логотипі нені білдіретінін көп адам біле бермейді. Бәріміз қолданатын Википедияның логотипі жер шарының бейнесіне ұқсатылып істелген. Пазлдардан құралған бұл логотип біздің көп тілділігімізді білдіреді. Ал бос пазлдардың орны энциклопедияның аяқталмағандығын білдіреді. Және ол жаққа әрдайым жаңа мәліметтер қосылып және жаңарып тұратындығын айтады. Біздің каналды 99,1% адамдар подпискасыз көреді екен. Сондықтан қазақ тілді контентті қолдап каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз.